Жұмыс орындағы жайлылық, тазалық және әр заттың өз орнының болуы 5S жүйесінің негізгі талаптары. Сондай-ақ, жақсы жарықтандыру да маңызды шарттардың бірі болып саналады. Богатырь кенішіндегі тау-кен жабдықтарын жөндеу цехында еңбек ететін жабдықтарды жөндеу жөніндегі электр слесарі Владимир Козыктың жұмыс орны осы талаптардың барлығына сай келеді. 5S мы готовим и специально сделаем, что у нас все разложено было, чтобы все сделано запчасти отдельно. 5S жүйесі бойынша барлығын жасаймыз. Соған сәйкес бәрінің өз орны бар. Қосалқы бөлшектерде бөлек тұрады. Бүкіл құрал сайман бөлшектерді сұрыптадық. Әрбіріне жүйе талабы бойынша орын дайындадық. Бір компрессордың қосалқы бөлшектерін басқаларының бөлшектерімен қоспай жеке-жеке қоямыз. Жұмыс барысында Богатырь кенішінен жөндеуге келетін компрессорларды бұзып, жаңа қосалқы бөлшектер қойып жөндейміз. Осы цехқа 2020 жылы келгенмін. Содан бері BPS менеджері Руслан Аубакировпен ақырдап 5S жүйесін енгізіп жатырмыз. 5S жүйесін міндетті түрде енгізу керек. В 2020 году я пришел на этот цех, и мы потихонечку с менеджером по BPS Русланом Абуакировым мы занимались вот этим BPS. Внедрять 5S обязательно нужно.